Саламатсыздар ма достар, мен сіздерге қазір Smart Profit, Smart контрактның маркетинг планын қысқа нұсқа түсіндірем. Қазіргі таңда мир финансовый система екіге бөлінеді: централизован және децентрализованный. Централизован дегеніміз ол управляемый, то есть основательді управлять ете алады, государствода управлять ете алады. Децентрализован деген ол 100% смарт контракты блокчейн системасымен жасалады. То есть эфирум 2013-тен бастап жұмыс жасап жатыр ғой. Биткоин, то есть бұларды ешкім жоқ қылдыра алмайды, ешкім жаба алмайды. Тура осылай смарт контракты блокчейн системасымен жұмыс жасайтын Smart Profit деген смарт контракттың мен сіздерге маркетинг планын қысқа нұсқа түсіндіріп өтем. Сіздерге түсінікті болу үшін бастайын. Мысалы, Smart Profit. Smart Profit. Smart Profit'тің плюстері өте көп. Мысалы, бірінші плюсінен бастайық. Smart Profit'тің бірінші плюсі 100% смарт контракты. Binance Smart Chain'нің базасында жұмыс жасайды. Бірінші плюсі. Екінші плюсі. Бұл жақта сіз табысыңызды BNB мен табасыз. BNB қазіргі таңда крипто әлемінде 3-ші орында тұрған криптовалюталардың бірі. Бірінші орында биткоин, екінші орында эфирум, 3-ші орында BNB. Турасын айтқан кезде BNB қазіргі таңда 3-ші орында тұрған биткоин десек те болады. Түсініп алыңыздар, BNB бүкіл биржада сатылады. Крупный, OKX, Huobi, Binance, децентрализованный, PancakeSwap, SushiSwap, бүкіл децентрализованный биржалардың барлығында сатылады. Үшінші плюсы, бұл жақта вход доступны. $30 де кіруге болады, средний пакеті $90 де кіруге болады, максимальный пакеті $180. То есть бұл жақта вход әрине BNB мен, бірақ автоматты түрде сіз BNB-дің құны қымбаттап кетсе де, ол автоматты түрде долларға конвертация жасалады. Сондықтан ойлап қалмаңыз, BNB-дің құны мысалы $580 ғой бүгінгі курс. Ол $1000 көтеріп кетсе, демек біз $1000 мен кіреміз ба деген сөз емес. Автоматты түрде $180 конвертация жасайды, санаулы BNB мен кіресіз. Осы нәрсені түсініп алыңыз. Басқа компанияларда BNB мен вход BNB мен кіреді, бірақ қымбаттаған сайын сол қымбат төлеп кіреді. Енді қараңыздар. Төртінші плюсы неде? Төртінші плюсы бұл жақта маркетингқа 90% маркетингқа бөлінген, 90%, 10% смарт контрактыға бөлінген, Binance Smart Chain'ға бөлінген. То есть 90% маркетингқа бөлінген. Бұның өзі үлкен плюс. Енді қараңыздар, 5-ші плюсы неде? Максимальный пакет $180 мен кіріп, 5 личник шақыратын болсаңыз, сіз мировой бонустан аласыз. Мировой бонустан сізге табыс түсіп отырады. Постоянно мировой бонустан сізге табыс түсіп отырады. То есть мировой бонус болғанда компанияның общий табысының 10%-ін бүкіл мынау Maxi Profi деген статус, то есть 5 личнигін шақырып тастаған адамдарға распределять етіледі. Бұл жерді түсініңіздер. Енді қараңыздар. 6-шы плюсы неде? 6-шы плюсы маркетинг классика. Маркетинг классика. То есть мен бұл жерде не айтқым келіп отыр? Бұл жерде бинар емес, тепе-теңдікті күтіп отырмайсыздар. Матрица емес, матрица жапқанда күтіп отырмайсыздар. Бұл жақта обычно классика. Енді маркетингқа тоқталайық. Мына жерде түсінікті ғой барлығы. Енді қараңыз, бұл сіз деп айтайын. Сіз, мысалы, бірінші линияңызға, сіз шақырыңыз, үстіңіздегі вышестоящий спонсор шақырсын, сіздің бірінші линияңызға түсетін болса, сіз бірінші линияңыздан 10% аласыз. Мысалы, максимальный пакетті айтам, өйткені максимальный пакеттің өзі бізде доступны. $180 кіретін болса, сіз автоматты түрде $18 табыс табасыз. Демек, немен табасыз? BNB мен түседі. Сіздің MetaMask счетыңызға автоматты түрде түседі. Бұл өйткені децентрализован 100% смарт контракты ғой. Мына жер түсінікті ғой. Енді қараңыздар. Екінші линияңыздан сіз 8% табасыз. То есть $180 мен кірді. Екінші линия дегеніміз сіздің шақырған адамыңыз өздерінің адамдарын шақырып жатыр деген сөз ғой. $180 мен кірген кезде 8% ол $14. $14 немен түседі? BNB мен түседі. Сіздің MetaMask кошелегіңізге сізге BNB мен түседі. Бұл өте керемет. Үшінші линиядан 9%. То есть көбейтесі $180-ға, получается қанша? $16 түседі деген сөз. $16 немен түседі? Тағы да айтам, BNB мен түседі. То есть қазіргі таңда BNB-дің құны $580 ғой, бірақ 2022-ден бастап BNB-дің құны $5000 дейін барады деген прогноз бар. Түсініңіздер.
биткоин 100 мың долларға барады, эфирум 10 мың долларға барады, BNB 5 мың долларға барады деп. Сондықтан қазіргі таңда 100 штук BNB жинап алған адам келесі жылы қандай миллионер болады, 5 мың долларға көтерілген. Сондықтан 100 штук BNB жинауға тырысыңыздар. Енді қараңыз, 4-ші линиядан қанша түседі? Қайтадан 8% түседі. Көбейтесіз, 180 долларға получается қайтадан 14 доллар. То есть BNB мен түседі. Мен жазудан дұрыстап түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Енді қараңыздар, 5-ші линияңыздан қайтадан 9%, 180 доллар, то есть доллары теңгемен 16 доллар BNB мен түседі. Мына жер тағы да. Енді қараңыздар, 6-ші линиядан 10% түседі. 10%, 180 доллардың 10%, 18 доллар тоже BNB мен түседі. Өйткені мен қазір BNB бүкіл биржаларда сатылады, BNB-ді табыс тауып алған дұрыс. 7-ші линиямен тоқтайды, 7-ші линияда 11% төлейді. То есть 180 доллардың 11% 19 доллар. 19 доллар какой-то центі бар. То есть BNB мен түсті. Бұл жерде мен не айтқым келіп отыр? Осы маркетинг планға 65% бөлген. Мен талай децентрализованный стейкинг проекттерді жұмыс жасадым. 7 линияның өзіне общий 20 қана процент бөлетін. Бұл жерде 65%. Енді қараңыздар, енді плюсын айтайын сіздерге. Бірінші линиядан бөлек 0-ші қатар бар. Оны қалай түсіндірсем екен? Мысалы, сіздің өзіңіздің әр личный жеке шақырған адамыңыздан сізге негізі 25% түседі. Мысалы, ол кісі сіздің шақырған адамыңыз максимальный пакет 180 доллардың пакетін алса, сіз 25% получается 45 доллар BNB мен түседі. Оны мен енді визуальный маркетингпен сызып түсіндірейін. Мысалы қараңыз, бұл сіз бірінші линияңыздан бірінші, екінші, үшінші, төртінші 5 адам ғана шақыра аласыз. То есть личник шақыру количествосы өте көп, бірақ бірінші линияңыз емес, 6-шы адамыңыз уже екінші линияға түсіп кетеді. То есть қараңыздар, сіздің үстіңізде вышестоящий спонсорыңыз бар, оның бірінші қатары бос емес. Ол келді де 6-шы адам екінші қатарға келіп түсті. Ол сіздің бірінші қатарыңызға түсті деп айтайық. Мысалы, сөзімді жеткізе алдым ба? То есть әр личный шақырған адамыңыздан 25% түседі. Шақырған адамыңыз егер бірінші линияға түсетін болса, бірінші линиядан қанша процент алады? 10% алады. То есть мына жерде түсінікті, сіздің шақырған личнигіңізден сіз плюс 25% аласыз. Личник шақырған личный, мысалы 5 адам шақырып қойдыңыз, 5 адам шақырып қойдыңыз. 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші адамды да шақырып қойдыңыз. Мысалы, сіз уже 11-ші адам шақырып жатсыз деп айтайын. Ол мысалы, например, 3-ші қатарға келіп түсті деп айтайын. 11-ші адамыз 3-ші қатарға келіп түсті. Личный шақырғаныңыз үшін 25% аласыз, және де 3-ші линияда 9% төлейді ғой, міне. 9%. Еще 9% түседі сізге. Маркетингті смарт-контракт осының барлығын грамотно распределять етіп тастаған. Бұның плюсы сода болып тұрды. То есть сіз ақшаңызды MetaMask арқылы пакет сатып алдыңыз, одан кейін ақша автоматты түрде, каждый контрактыдан кірдім, ол автоматты түрде 7 линияға распределять етіледі смарт-контракт. Сол кезде сіздің сразу MetaMask кошелегіңізге автоматты түрде түседі. Қараңыз, адам шақырмасаңыз да мировой товарообороттан сізге дивиденд түсіп тұру үшін максимальный пакет 180 долларға кіргеннен кейін 5 личник шақырып тастағаннан сізге плюс мировой товарообороттан ақша түсіп отырады. Енді қараңыз, сіздің үстіңізде тағы бір спонсорыңыз тұр, спонсорыңыз тұр. Ол бір адам шақыратын болса, сол жақтан оң жаққа қарай перелив кетіп отырады автоматты түрде. То есть сіз өзіңіз кіріп, адам шақырмасаңыз да, бірінші линияңызға 5 адам вышестоящий спонсорларыңыздан түсе береді. Сізге мына 10% түсіп отырады. Сіз өзіңіз жеке шақырсаңыз 25% плюс каждый линиядан түсіп отырады. Бұл жерде сіз спонсорын шақырған үшін каждый линиядан сізге кәдімгі как положено маркетинг планынан сізге табыс түсіп отырады. Осыны 100% смарт-контракты деп атайды. Көп адамдар қазіргі таңда смарт-контракты деп жүргендердің 50% смарт-контракты, 50% ол алгоритммен жұмыс жасайды. Полностью смарт-контракты емес. Түсінбей қалған жерлеріңіз болса, менің WhatsApp номерім 87-751-15-07. Осы WhatsApp номерге жазсаңыздар болады, немесе хабарлассаңыздар болады, мен сіздерге толық түсіндірем. Қазіргі таңда крипто валютамен
жақсы жұмыс жасап жатқан адамдар қазіргі таңда керемет табыс тауып жатыр. Кезінде биткойнның құны аз болып тұрған кезде биткойн жинаған адамдар қазір Турция, Анталия, Дубайда өмір сүреді. Сондықтан қазіргі таңда BNB-дің құны әлі аз. 100 BNB тапқан адам ертең $5000 көтерілген кезде сізден мықты миллионер адам шықпайды. Сондықтан жақсы криптовалютадан жақсы табыс табамын десеңіздер, қазірден бастап әрекет жасау керек. Сау саламатта болыңыздар.